Сәлем достар, қол созған үміт түрік телехикаясында сүйкімді балапан Мерттің рөлін сомдаған актер туралы видео дайындауымды көпшілік сұраған екен. Иә, көрерменнің көз айымын айналған Мерт осы күнде қандай жігіт болды екен деген сұрақ көпті қызықтыруы әбден мүмкін. Сондықтан сіздер үшін актер туралы интернетте мәліметтім аз болса да видео дайындауды жөн көрдім. Ал кетті ендеше. Игит Каган Язычи Мерт рөлін сомдаған актердің есімі осындай. Ол 2007 жылы Түркияның Мерсин қаласында дүниеге келген. Қазір 17 жаста. Ең алғашқы дебютын 2018 жылы жасаған, яғни сериалға түскен кезде небәрі 11 жаста болған. Қол созған үміт телехикаясынан соң 4 сериалға түскен, яғни Восход Османской империи, Идеальный арендатор, Пеняй на себя және соңғы түскен Ядовитый плюш деп аталады. Бұрынғы жасөспірім бала қазір бозбалаға айналған. Достар, Мерт туралы бар ақпар осындай ғана. Сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Ал менің ізденісіме лайк басып қолдау кетіңіздер.